Шерзат Болаттың мүддесін қорғаған адвокаттарға қастандық жасалды ма? Домбыра харам дегендердің басын домбырамен жарған дұрыс па? Нұрлан Имам не дейді? Шымкенттің соты қандай қауіпті қылмыскерді босатып жіберген? Мектептің дәретханасын меншіктеп алған әкімдер оқушыларды далаға отырғызғалы жүр ме? Балаларды сапқа тұрғызып қойып, әжетханада сабаған бозбаланың былығы неге биыл ашылды? Улауға көнбеген шіркейлерді енді тиынмен ұрып өлтіру бастала ма? Киелі Маңғыстауға келген жат планеталықтар қай ғаламшардың өкілдері? Армысыздар, өздеріңізбен Қазақ Айран және мен Бауыржан Жақсымбет. Аптада болған шулы оқиғаларға шолу жасаймыз, сонымен бастайық. Шерзат Болаттың қазасына қатысты сотта жәбірленуші тараптың құқын қорғап жатқан адвокаттарға қастандық жасалды ма? Мұндай сұрақтың туындауына 29 сәуір күні өткен сот процесінен кейінгі оқыс жағдай себеп болды. Сот залынан шығып жол жүрмек болған адвокаттар көліктеріндегі түсініксіз ақауды байқап қалған. Бүгін қазір ғана сот отырысынан шықтық. Мынаған көңіл аударыңыздар. Бізге жасалып жатқан қастандық па, әлде кездейсоқтық па, оны енді Құдай білсін. Екі болтын шешіп алып мынау. Қазір жол жүрген кезде бізге өте қауіп тудыратын жағдай бұл. Біз байқамасақ, осылай алыс жолға шығып кетуіміз. Оқырмандарымызға рахмет. Көп жағдайда керек ескертеді, абай болыңыз деп. Бірақ төбет Алла бар. Бұл кездейсоқтық па, әлде әдейі жасалған қастандық па? Жасаса, оны кім жасайды? Мұны анықтау үшін көлік тұрған маңдағы бейнебақылау камераларын көтеріп, тиісті орындарға шағым түсіру керек. Мұны адвокаттар бізден де жақсы біледі. Біз кеше соттан шыққаннан кейін байқадық оны. Менің қасымда жүрген көмекші балам бар, сол байқады. Өйткені ол қасымда жүреді, машинаға қарап жүреді. Және біздің мобилов болып келеді ол бала. Бәрін мұқият қарап жүрген, сол бала айтты, дөңгелектің екі болты жоқ деп. Мән бермейін десек, енді бірақ шыны керек, біз жолға шығып жүрген кезде әрдайым өзім дайындалып, бәрін тексеріп жүремін. Шыны керек, бұл резонанс болғаннан кейін де енді сезіндік, осындай бір қауіптері болатын шығар деген сияқты. Біз енді бір нақты кесімді түрде айта алмаймыз ғой. Бірақ шешілген дегенде өзім қорытынды жасадым. Қасақана жасады деп те, бір нәрсе деп те мен айттым ғой, кесімді түрде айта алмаймын, бірақ бұл ескерту мақсатында ма, басқа мақсатта ма жасалуы да мүмкін дегенді жоққа шығармаймын. Бәрі байқап отырған шығар, менің сұрақтарым көп адамдарға ұнамай жатыр. Қарапайым куәлердің өздері сотта сөздерін бұрмалап жатыр. Енді біз қанша жылдық, мен 25 жылдық тәжірибем бар, сот жүйесінде жүргеннен кейін кімнің қалай өтірік тұрғанын мен сезем, бірден сезем. Мүмкін біреу жай ескерту ретінде сұрақтары ұнамаған шығар. Енді болжам ғой, мен өзім шыны керек, болжамға сүйенген жек көремін. Бірақ сол ескерту түрінде болуы мүмкін деп болжауға болады. Ал әлеуметтік желідегі жұртшылық жәбірленушілердің құқын қорғап жатқан азаматтарға сақ жүруді ескертіп, ақ жол тілеген. Дін мен дәстүрді қайықтың екі ескегіне балайтын Нұрлан Имам домбыраға қатысты өзгеше пікір айтты. Өзгеше болғаны шертпе күйдей төгіліп, қазақтың киелі аспабын харамға балап жүргендердің шекесінен шертіп тұрып жеткізді. Домбыраны арам деген адамның намазы қабыл болмайды. Домбыра харам деген адамдардың дұғасы қабыл болмайды. Сондықтан қазақтың домбырасына тіл тигізген адамдардың намазы қабыл болмайды. Нұрлан Имамның бұлайша осып-осып айтуына да өзіндік себеп бар. Белгілі айтыс ақыны Мұхамеджан Тазабек пен әнші термеші Бекболат Тілеухан секілді танымал адамдардың бірқатары қолдарына домбыра ұстауды бір жолата қойды. Ең бастысы, домбыра харам дейтін діни сауатсыздықтан туған жартыкеш долбарға құдайдай сенетін жастар бар. 5 жыл домбыраға қатыстым. 5 жыл ол домбыра туралы, дін туралы білген жоқпын мен кезінде, мектеп кезінде. Содан кейін мен уже күні кешеге дейін тарттым мен домбыраны. Бірақ ол харам, жүрекке тиеді, ол нәрсе кір екені білінеді. Харам.
Skif News KZ порталы таратқан ақпаратқа қарағанда оқырмандар пікірі екіге жарылған. Қай намаздың қабыл болатын сен ақ айтпай-ақ қойшы деп имамға доп көрсетіп жатқандар да бар секілді. Әрине, дұға мен намаздың қайсысы қабыл болатын бір Құдай білер. Бірақ жамағатты мешітке жиып намазға ұйытқан имамның да ептеп бірдеңе сезуі мүмкін. Сол себептен дұға мен намаздың мәселесін имамның өз жауапкершілігіне қалдырып домбыраға оралайық. Біздіңше домбыраны харам деген адам қазақ болуы мүмкін емес. Егер қазақпын десе әлдененің шалығы тиген. Сондықтан ондай адамдарды домбырамен ұшықтау керек. Шымкенттің оқушыларына қатер төніп тұр. Өйткені құзырлы органдар өте қауіпті қылмыскерді қамаудан босатып жіберген. Осылай деп Шымқаланың адвокаттары дабыл қақты. Адвокат Талғат Есімовтің айтуынша тосын жағдай 2025 жылдың 24 сәуірі күні болған. Мектептен қайтқан қаршадай қыз өз үйінің подъездіне кіргенде артынан күдікті ілесе кірген. Увидев школьницу, второклассницу, учащуюся 2 класса, девочку 2017 года рождения, вместе с ней зашел в подъезд многоэтажного дома, опередив ее на лестничной площадке, став где между 2-м и 3-м этажом, подкараулив ее обманным путем. Девочка поднимала себе квартиру в школьной форме. Он обманным путем, якобы сказав, что у нее какая-то ниточка торчит там на юбке, поднял ее юбочку и совершил развратные действия. Құдай қаққанда қыз айқайлап күдіктінің қолынан босанып кетеді. Ал анасы арыз жазған. Кіреберістегі бейнебақылау камерасына түсіп қалған адамды полиция тез арада анықтаған көрінеді. Бірақ қылмыстық кодекстің 124 бабының 1-ші бөлігі, яғни 16 жасқа толмаған жасөспірімдерді азғындық жолға тарту бабы бойынша айыпталуы тиіс күдіктіні тергеу соты босатып жіберген. Таңғаларлығы, бұл адам бұған дейін бірнеше ауыр қылмыс жасап сотталған екен. Сондықтан адвокаттың жанайқайына әріптесі де үн қосып отыр. Наше мнение, что оно до разбирательства по делу, до суда должно находиться в изолированном от общества состоянии. То есть должно находиться в следственном изоляторе, пока не окончится следствие. Потому что страшно становится за наших детей, которые находятся, которые идут со школы. Вы сами себе представьте, уважаемые сограждане, уважаемые прокуроры, что этот человек, который, находясь на колонии поселения, ранее будучи осужденный по тяжким статьям, что он делает в закрытом подъезде? Девочка сама код набирает подъезд. Как он оказывается в данном месте? Бұрын бір емес бірнеше рет сотталған қауіпті адамды Шымкенттің тергеу соты неге босатып жіберді? Мұның жауабын бір білсе соттағылардың өздері білетін шығар. Әлде өзім білемдікке салынып, не істесек те өзіміз білеміз деп отыр ма? Әйтсе, ендігі кезек жоғары сотта. Әлеуметтік желіге тарап қоғамды дүрліктірген мәселеге сол жақтан жауап болуы керек деп ойлаймыз. Батыс Қазақстан облысында мектеп оқушылары мен әкімдер дәретханаға таласып жатыр. Әлеуметтік желіге тараған бейнежазбаға қарағанда Теректі ауданына қарасты Новопавловка ауылындағы мектептің дәретханасы әкімдікке қарайтын көрінеді. Басқадай айтсақ, 1-ші қабаттағы бастауыштың сыныбына жақын жерде тұратын дәретхананы жауып кілтін әкімдіктегілер қалтасына салып алған. Документін қарасам, мына мектептің зданиясы. Свет, газын бәрін кәдімгі білім беру бөлімі төлеп отыр, мына жерде. Бірақ акимат иеленіп алған. Мектепте класс комплект көп болғандықтан, балаға класс керек болғандықтан, бұл кісілер кәдімгі өздерінің мектептеріндегі кабинеттерді акиматтың сұрауға мәжбүр отыр. Ана 2 кабинетті оқуға рұқсат берді акимат. Қараңыздар. Мен жаңа туалетке бардым. Туалет мына жерде кәдімгі видеодан иіс білмейді, но иіс дейтін сағыз бір мына жерде туалет бар. Мына жерде бірақ любой класста оқып отыр. Қараңыздар. Міне 2 кабинетте. Міне мынада 2 кабинет оқып отыр. Ана туалетте жауаптар. Оказывается, оны қолданбайды, өйткені ол акимат кеткен туалет. Мектептің дәретханасында әкімдіктің несі бар? Әлде өз ғимаратындағы дәретхана кезектен босамай ма? Бұлай ойлайын десек, мәселе жалғыз әжетханаға тіреліп тұрмаған сияқты. Мектептің жайын телефонға түсірген адамның айтуынша, әкімдік мектеп ғимаратындағы ыңғайлы бөлмелерді жалға береді екен. Мәселен, бұрынғы мұғалімдер бөлмесі қазір шаштаразға айналыпты. Мынандай сұрақ менде. Мына мектептің зданиясын акимат қалай алып алып басқа неге арендаға береді? Тем более бұл ұлттық объект.
сонда мында терроризм кіріп жатыр ма, басқа кіріп жатыр ма, ана балалар вдруг ана есік ашып қалады, қайшымен немен бір-бірімен ойнап қалады. Бұл жерде қауіпсіздік қамтылып тұрмысың ба? Мен көріп тұрмын ешқашан қауіпсіздікті. Ана есіктен кім көрінген кіре береді ғой, не шашқиды ойлап, шашқиды ойлап, өңдіктің жасы құштай болып қойды. Кім бұл жерде қауіпсіздікті қамтып отыр сонда? А мектеп басшысы осыған дейін мен акиматқа бірнеше рет барып осы туралы ата-аналарды шағым түсіргенде, бірақ бермепті объектіні. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салған деп Мұрат Мөңкел айтқандай, балалардың дәретханасын тартып алғаны мектеп жанашырларының жанына қатты батқан сыңайлы. Бірақ жоғарыда айтқанымызда негізгі мәселе әкімдердің қай жерде іш босатқанына байланып тұрған жоқ. Мәселе білім ошағының бизнес орталыққа ұқсап бара жатқанында. Сондықтан аудан облыс басшылары мейрамханаға айналып кетпей тұрғанда бұл мектепті дұрыстап тексергендері жөн сияқты. Теректінің оқушылары мектеп дәретханасын әкімдіктен қайтарып ала алмай жүрсе, Іле ауданының Бұзақы баласы дәретхананы тәртіптік кеңес өткізетін төбелес алаңына айналдырып алған. Алматы облысының Іле ауданына қарасты Қарой мектебінде болған жағымсыз жағдай көптің жағасын ұстатты. Әлдебір ересек бала дене бітімі өзінен кішілеу көрінетін 8 баланы қатарға тұрғызып қойып, қалағанынша ұрып соғады. Әлеуметтік желіге тараған бейнежазбадан соң полиция шұғыл зерттеу жүргізіп, айыптыны анықтапты. Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг нәтижесінде кәмелетке толмағандар арасында заңсыз әрекеттері бейнеленген сөйлем анықталды. Оқиға 2024 жылдың қыркүйек айында Іле ауданы Қарай ауылында болған белгілі болды. Аталған дерек бойынша полицияға азаматтардан арыз шағым түскен жоқ. Қазіргі уақытта кәмелетке толмаған балаларға дене жарақатын келтіру фактісі бойынша іс тіркеліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамаған үшін құқық бұзушы жасөспірімнің және оқиғаны бейне таспаға түсірген мектеп оқушысының заңды өкілдері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ювеналды полиция қызметкерлері осындай оқиғалардың алдын алуға бағытталған профилактикалық іс-шараларды жалғастыруда делінген полицияның ресми мәлімдемесінде. Демек, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі погонды қызметкерлер мектептің ішін ғана емес, сыртындағы дәретханаларды да бір сүзіп шыққаны дұрыс секілді. Қуандық Бишімбаевта да жүрек бар. Ол да кісі жанын түсініп, керек кезінде қолдау білдіре алады. Бірақ бұл адамның емес, жасанды интеллекттің пайымы. Жүрген қыздың ұрды деп аты шыққан актер Серік Шәріпке қатысты жасалған видео шамалы уақытта 4,5 миллион қаралым жинаған. Алайда ол Серік Шәріптің шамына тиді. Қазір осы тақырып отандық баспасөзде қызу талқыланып жатыр. Өзін түрмедегі экс-шенеунікпен қатар қойғанына ашуланған актер видео авторларын сотқа бергені белгілі болды. 2 метро YouTube каналында айтқан уәжіне қарағанда Серік Шәріп пен Қуандық Бишімбаевтың арасында айырма көп. Написал заявление по поводу видео, где Бишимбаев успокаивает тебя. Меня, да. Да, давай, кстати, его обсудим. Вот, как сильно покоробило тебя это видео? Ну, меня это обидело очень сильно. Угу. Почему тебя нельзя сравнивать с Бишимбаевым? Ну, я считаю, по многим причинам. Я не знаю, как ответить. Я сейчас отвечу так, что я не убийца. Жасыратын несі бар? Серік Шәріптің жүрген қызын ұрған соң-ақ жолы болмай қойды. Сәлем Entertainment компаниясы актер түскен фильмдерден оның кадрларын кесіп тастауға шешім қабылдады. Бұл өнер адамы үшін үлкен соққы. Енді оған Бишімбаевтың басу айтуы қосылды. Қысқасы, ашу қысқан актер полицияға арыз жазып, төгілген абыройын қалпына келтірмек болған сияқты. Бірақ оның құқын даулағанда жеңіске жете қояры күмәнді болып тұр. Өйткені видеоны жасаған Арман есімді креаторлардың бірі менің видеомда жалған ақпарат, адам есімі немесе жеке айыптаулар жоқ деп отыр. Онысы рас, егер сотта да дәл осылай болса, актер бекер арамтер болуы мүмкін. Себебі әзірге жасанды интеллекті жауапқа тартып пайда көрген адам жоқ. Түркістан облысының Отырар ауданында қызу соғыс жүріп жатыр. Бір жағында 1,4 миллиард теңгенің улы заттарымен қаруланған адамдар, екінші жағында шындап ұмтылса тебенінің көзін өтіп кететін кішкентай ғана шіркейлер. Біз жеңдік деген жергілікті биліктің ұранынан кейін Балтакөлдің тұрғындары далаға шықса, шіркейлер жойылмақ түгілі қаршадай баланы тұтқындап алыпты. Түркістан облысы Отырар ауданы Балтакөл округіне қарасты Көлқұдық ауылы. Міне таңғы сағат 7-лер шамасы
28 сәуір 25 жыл. Қараңыздаршы, мына Шақпайт деген адам қайда? Көрсін мынаны. Міне. Сұмдық. Жылап тұр мына бала қазір. Жұрт жапа тармағай осы видеоны талқылап жатқанда Шілікті ауылының инстаграмдағы Шілікті Today парақшасында тағы бір керемет бейнежазба пайда болды. Ондағы деректерге қарасаңыз, биыл зиянкестермен күреске 1,4 миллиард теңге бөлінген, химикаттар көлемі 3 есеге артқанын білесіз. Ал видео тура кинодағыдай. Осы жердегі ақпараттарға қарағанда зиянкестермен күрес наурыздан басталғанға ұқсайды, бірақ дәрілеудің 7 кезеңі бар екен. Алғашқысы биологиялық әдіс болса, кейіннен химиялық әдіс қосылған. Қысқасы, шіркеймен күресетін билік бірде жеңіп, бірде жеңіліп тұратын сияқты. Ал халықты шіркейдің зары ғана емес, миллиардтаған қаржының желге ұшқанында шаршатқан. Олардың ойынша 1,4 миллиард қаржыны 1 теңгелік темір тиынға айырбастаған жөн еді. Одан кейін әр шіркейді 1 теңгемен ұрып өлтірсеңіз де күрес нәтижелі болатынға ұқсайды. Бұл пікірге бола енді ешкім ашулана қоймайтын шығар, өйткені халық айтса күйінгенін айтады, халық айтса қалып айтпайды. Қойнауы құпияға толы киелі Маңғыстауға тек шетелдіктер ғана емес, бөгде ғаламшарлықтар да жиі назар аударады. Бірақ бұған дейін оның бірде-бір дәлелі болмаған. Ал бұл жолы ғарыштан келгендер кездейсоқ адамның телефон камерасына түсіп қалды. Қызғалдағы ресторанына келіп қалдық. Бұл жерде үлкен той болайын деп жатқандай. Дастархан жеп қойды. Өй, мына өзіміздің қазақтар ғой деп жатқан шығарсыз. Басында барлығы да осылай ойлаған. Сосын әлеуметтік желіге тарап кеткен видеоға байланысты жұртшылық арасында наразылық туған. Bir тал қызғалдақты жұлғанға бола миллиондап айыппұл салатын полицейлерге жіберіп, дереу кінәлілерді жауапқа тартуды сұраған. Ақырында не болған дейсіз ғой? Полициядан мынандай жауап келген. Қызғалдақты алқапта шара ұйымдастырғандар тарапынан ешқандай заң бұзушылық анықталған жоқ. Полицейлердің тексеру нәтижесінде қоқыс тастау фактілері де тіркелмеген. Келген ізі бар да, кеткен ізі жоқ деген сөз осындайда айтылатын болса керек. Демек, келгендеріне шынымен де өзге ғаламшарлықтар, не болмаса темекінің тұқылын теріп артына жинауды полицейлердің өздеріне артқан жуандар. Қайсы екенін екшеуді көрерменнің өз еншісіне қалдырамыз. Ал сіз қалай ойлайсыз, қадірлі көрермен? Адвокаттар мінген көлік дөңгелегіндегі ақау ненің белгісі? 5 бұранданың екеуі өз түсіп қалған ба, әлде бұл қастандық па? Мүмкін Маңғыстау жұртын мазалаған жатпанеталықтардың ісі шығар. Видеоның астына комментарий жазып, пікір білдіріңіздер. Қазақ Айранға жазылуды ұмытпаңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.